Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда шек қарыннан жасалатын ыстық тағам рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды әр өңірде әртүрлі атап жатады. Қуырдақ деп те, бұқтырма деп те атап жатады. Жақсылап жуып тазартылған шек қарынымызды 1 сағатта қайнатып, жартылай пісіріп алатын боламыз. Және қалауларыңыз бойынша ет қоссаңыздар болады. Көкөністерден картоп және пияз, сәбіз қосатын боламыз. Толық құрамын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Енді шек қарынымызды видеода көрсетілгендегідей ұсақтап турайтын боламыз. Менің каналымда видеода шек қарынды қалай иіссіз етіп тазалап пісіру жолы бар. Егер сол тәсілмен пісіретін болсаңыздар, бұл тағамда мүлдем шек қарынның иісі сезілмейтін болады. Және бұл тағамның дәмі өте ерекше болып шығады. Шек қарынды осылай турап болған соң, етімізді де солай ұсақтап турайтын боламыз. Осылай біздің шек қарынымыз бен етіміз ұсақталып туралып дайын болды. Енді видеода көрсетілгендей көкөністерді де осылай ұсақтап турайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей сәбізді де, картопты да және пиязды да бәрін бір көлемде осылай ұсақтап турайтын боламыз. Осымен көкөністерімізді турап дайындап қойдық. Енді қазанды отқа қойып, май құйып қыздырып, үстіне шек қарын мен етті салып қуыратын боламыз. Жалпы шек қарын майлы болатын болса, пісте майды аз құйсаңыздар болады. Себебі тағам майлы болып кетуі мүмкін. Жақсылап қуырылған шек қарынымыздың үстіне пиязымызды салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш және қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосатын боламыз. Пиязы қызарғанша қуырып, бетін жарты сағатқа бұқтырып жауып қоятын боламыз. Енді сәбізімізді де 2-3 минут қуырып, бетін жауып 15-20 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Осылай пісіріліп жатқан тағамымызға енді ұсақталып туралып дайындалған картопымызды қосып, тағы да 2-3 минуттай қуырып, бетін жауып пісіретін боламыз. Осылай біздің тағамымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, дәмі өте ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Сіздерге ас болсын.